Сәлем менің көрермендерім, бүгін біз сіздермен макси чай жасайтын боламыз. Бізде мына жерде 8 литр қайнап тұрған суға 1 қасық заваркамыз салдық чайымызды, және 8 литр суға 400 грамм қант қосамыз. Қантымызды қосып, жақсылап араластырып алып, бір қайнағанша бетін жауып қоямыз. Қайнағаннан кейін бетін ашып, лимонный кислотамызды салатын боламыз. Ең маңыздысы лимонный кислотамызды салған кезде пышылдап бетіне көпірік болып шығуы маңызды. Өшіріп қойып, біраз уақыттан кейін лимонный кислота салсаңыздар, сіздердің макси чайларыңыз дәмсіз болып қалады. Лимонный кислотаның пышылдап көпіріп шығуын байқаңыздар. Және де біздің макси чайымыз өте дәмді. Жағдайында макси чай жасап үйреніп алыңыздар. Ал сәттілік. Мені қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.